үлкен қарыздарымыз жапқанбыз, миллиондап холодный звоноктар болады, жылы клиент болады, айқайлап мен мынаны сатамын деп айқайламайсыздар. Бір рет қоясыздар, ол клиент өзі керектігінен сізге звондайды. Барлығын сатуға болады OLX-пен. Сатылмайтын зат болмайды, саталмайтын адам болады. Қазақстанда кең көлемде қолданып жатырған платформалардың бірі OLX желі. OLX қолданып жүргендеріміз, пайда тауып жүргендеріміз. Вот супер пайда тауып жүрген кісілердің бірісі арнайы маман Клара сіздерге OLX-ін қыр-сырын айтатын болады. Сәлеметсіздер ме? Есімім Клара. Осы OLX-пен пайда көріп жүргелі 2 жылдан астам. Үлкен қарыздарымыз жапқанбыз, миллиондап 12 миллионды бір жаптық, ипотекамыз 26 миллионды бір жаптық, именно осы OLX-пен. 12 миллион минусқа кірген кезде бастапқыда гироскутер сатып сол 12 миллионды бір жаптық қарызымызды, ең соңғы ипотеканы 14 миллион тоже осы OLX-пен жапқанбыз. Қазақстанда 10 ең танымал сайттың бірі екен. Ал Өзбекстанда ол 3 топтың ішіне бір кіреді екен. Бірақтан қараңыздар, салыстырып көрейік. Біздің Қазақстанда 3 миллионнан 4 миллионға дейін объявление қойылады екен, жарнама қойылады екен. Ол топқа кіреді, 10-дықтың ішіне кіреді. Ал Өзбекстанда ол 300-ақ мың қойылады екен, ол 3-ші орында тұрады екен. Сонда біздің Қазақстанда құндылығы өте жоғары. Одан кейін салыстырмалы түрде біздің Қазақстандағы интернет дүние жүзі бойынша 3-ші орында тұрады екен, ең арзан болып. Интернет бізде су тегін. Интернет арқылы ақша табу сіздерге үлкен мүмкіндік басқа мемлекеттерге қарағанда. Сондықтан мен сіздерге қазір OLX-тің ең қаймақтарын үйретіп кетейін, қалай дұрыс қою керек екен. Міне бізде қазір Барак мырза айтып өтті, трафик деп. Сіздерге біріншіден холодный звоноктар болады, жылы клиент болады, суық клиенттер болады, ыстық клиенттер болады. OLX-тен келетін клиенттердің барлығы сіздерге горячие пирожки, ең ыстық клиенттер. Өйткені сіздер айқайлап мен мынаны сатамын деп айқайламайсыздар. Бір рет қоясыздар, ол клиент өзі керектігінен сізге звондайды. Маған осы керек деп. Получается, сіздер уже 70% жұмысыңыз уже дайын. Жарнама беріп қойдың, сізге жай клиент келіп тұр уже. Сіздердің міндеттеріңіз тек қана сату. OLX-ті жақсылап үйренсеңіздер, мен ойлаймын, біріншіден уақытыңызды аз кетеді, содан кейін басқа трафиктерден қарағанда сіздерде холодный звонок өте аз болады. Любой адамға, кейбір адамдарға звондап, осыны аласыз ба дегеннен қарағанда, өзім алам деген адаммен сөйлесу өте оңай. Артықшылықтары осы мен айтып өткендей, сатып алуға дайын тұтынушылар. Қандай болсын, ол услуга болсын, сату болсын, производство болсын, барлығын сатуға болады OLX-пен. Ел жұрт ойлайтын жоқ, OLX-пен ол зат сатылмайды. Сатылмайтын зат болмайды, саталмайтын адам болады. Соны жаттап алыңыздаршы, саталмайтын просто адам болады. Өйткені көп адам айтады, менде клиент жоқ деп. Не үшін клиент сіздерде жоқ болады? Өйткені сіздер айтпайсыздар ешкімге, мен осыны сатам деп. Жай құшақтап отырасыздар. Ол кісілер қаяқтан білсін сіздерге керек екен. Осы жерге қазір бір-бірлеріңізді нетворкинг жасап, бір-бірімен сөйлесеңіздер, міндетті түрде бір-бірлеріңізге керек адам болып шығасыздар. Сондықтан реклама жасап, қай жақта жүрсеңіздер, реклама жасап үйрену керек. OLX ең тиімді, өйткені қалталарыңызда үнемі сотка болады, үнемі карточкаларыңыз жаныңызда болады, 90%. Сондықтан OLX-пен жұмыс жасау өте оңай. Шешім тез қабылдайтын адамдар, олар өйткені 70% айтып тұрмын ғой, олар уже дайын клиенттер сіздерге звондап, бар ма деп қана сұрау мүмкін. Басқа ештеңе сұрамайды, немесе доставка бар ма деп сұрау мүмкін. Кімде бар OLX ашылған? Кімде жоқ? Кімде жоқ и саласы бар. Уже жұмыс жасап жатқан адамдар. Енді ашатын адамдарға айтарым, номерге ашыңыздар, ешқашан Facebookқа байламаңыздар, немесе Mail.ru-ға байламаңыздар. Өйткені Facebook немесе почталарыңыз құлтанып қалса, сіздің объявлениеңіз барлығы кетеді. 5-6 объявление қоятын адамдар ол ештеңе емес шығар, бірақтан мен үшін 150 объявлениясы бар адамға OLX-ін құлтанып қалса, ол кәдімгідей қайғы мен үшін. Бітті, құлтанып қалды, мен енді қайықтан табам ол клиенттер деп. Өйткені ол менің үлкен еңбегім. Сіздер OLX-тен бір рет 150-200 объявление қойсаңыздар, бітті, одан кейін демаласыздар, тек қана активныйға шығарып отырасыздар. Енді нарыққа кіретін адамдарға бәсекелестерді зерттейтін үлкен аудитория ол. Мынаны қалай сатамын, бағасын қалай қоямын дейтін адамдарға.
немесе енді ашып жатқан адамға, немесе услуга, мына кісілер қандай услуга бар, немесе не қоссам болады деген адамдарға сіздер жаяу жүріп әрқайсы центрге немесе әрқайсы магазинге кіріп жүрмей, лучше үстіп звондап ерекшеліктерін біліп алуға да болады. Заманауи маркетинг құралдарын игергіңіз келсе, соларды өз кәсібіңізде қолданғыңыз келсе, немесе өз кәсібіңізді сол маркетинг құралдарымен бастағыңыз келсе, ББ маркетинг каналына тіркеліп алыңыз. Соңғы заманауи құралдардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталған сабақ видеоларды көретін боласыз. OLX-ке тек қана қарапайым сөзбен жазылады. Доставка, установка, тақырыпты дұрыс жазу ең маңызды сол ғана. Тақырып деп шығады ғой, заголовок деп. Сол жерде тақырыбын дұрыс жазсаңыздар болды. Үй сатқандар, көлік сатқандар бар ма? Үй сатып, көлік сатқандар өте көп. Мен сіздерге қазір көрсетіп өтейін. Ойлап бердіңіздер сіздер сондай OLX көбісі менсінбейді, иә? Келсесіздер ғой. OLX жай андай арзан бір тауарлар сататын нәрсе деп, обменға бушный заттарды сататын нәрсе деп көбісі менсінбейді, бірақ бір адамдар не істеп жүр, OLX-та миллиондап ақша жасап жүр. Шины сататындардың бірі өте үлкен оборот жатады. Бұларда сіздер ер кісілер, әйел кісілер шина алатын болсаңыздар, сайттан іздемейсіздер ғой, жаңа алатын болсаңыздар. Міне қараңыздар, қалай дұрыс емес. Мынау біріншісі өте дұрыс жазылған. Бірақ номер емес, 3, 4, 5 номер жазу керек. Өйткені бірінші номер занят болуы мүмкін, екінші номердің батарейкасы отырып қалуы мүмкін. Сондықтан үшеуінде жазу керек болады. Екінші сүйретін қараңыздар. Адамдар үстіп салатта дұрыс емес салғаннан кейін, соң кейін жылайды. Не үшін маған клиент келмейді деп. Бірінші сүйретпен екінші сүйрет. Біріншісі дұрыс, екіншісі дұрыс емес. Міне, екеуі де велосипед сататын адамдар. Велосипедтер білесіздер, жаздың күні өте объемный зат, ақша оборот өте көп жүреді. Бірінші дұрысы да дұрыс емес, адамда екеуі де велосипед сатады, бірақтан екеуінің клиентке алып беріп жатқан информациясы екі түрлі. Мен алатын болсам бірінші адамнан алатын едім. Екінші адамда да көп варианттар, бірақтан сол баға жайлы, бағасында дұрыс қою білу керек. Енді міне қараңыздар. Мына екі адам мебель сатады. Біріншісінде 108 объявление бар, екіншісінде 9 объявление бар. Қаншақты рекламаны көп қоясыздар, соншақты сіздерге адам көп хабарласады, соншақты адам көп алады. Ол уже, как Барак мырза айтқандай, трафик болып есептеледі. Міне, жаңа зат болсын, ескі зат болсын, бірдей қойған, бірақтан біріншісінде аккуратно қойған, екіншісінде төсектің үстіне сүйретінен де мән бермей, тақырыбына да мән бермей қоя салған адамдар. Мен ойлаймын, біріншісінде тез жетеді, екіншісінде мен алмайтын едім. Өйткені ол бағасына да емес. Адам өз товарын адамдарға көрсете білу керек. Сіздер енді қазір тек ескі зат емес, жаңа зат сатасыздар ғой. Сондықтан әр заттың өзін дұрыс сүйретін, аяқ басын түгел түсіріп, сөйтіп түсіру керек. Сонда ғана сіздерге клиент дұрыс келеді. Егер де сіз бір нәрсені сатып, тек аяқ жағын бүйтіп түсіре салсаңыздар, маған аяқ жақ қызық емес, маған полный картина қызық. Детский сад. Біріншісі қалай сүйрет қояды, қалай тақырыбын қояды. Тақырыпты өте аз қойған дұрыс емес. Біріншісінде жазған, тек қана телефонмен перекресткін жазған. Полный сіздің оқу орталығыңыз балаңызға не үйретеді, қанша уақыт үйретеді, аптасына неше рет төлемақысы қалай, ішіне может қосымша шахмат тағы да сондайлары бар шығар, соның барлығын біртіндеп айту керек болады. Өйткені мына жаққа может мынау екіншісі қызық шығар, екіншісі әлдеқайда білім көп беретін шығар, бірақтан мен оған звондамаймын. Өйткені біріншісі маған көптеу тақырып беріп тұр да, біріншісі көптеу жазған, өзі жайлы мәліметті көптеу берген. Сондықтан мен звондап, әрқайсына жеке-жеке звондап сөйлесе алмаймын. Келсесіздер ғой, OLX-ке зат іздесеңіздер, нешеуіне звондайсыздар? Ары кетсе 5-6-ына звондайсыздар. Сөйтесіздер, тоқтап қаласыздар. Болды, осының біреуіне таңдаймын деп. Сол 5-6-ның ішіне дұрыс тақырып, дұрыс сүйрет кіру керек. Мен бірінші оқып кеткен кезімде, 16 шағымда, бірақ нәрсе есімде қалған. Көп адам көреді, көп адам хабарласады, көп адам алады деген. Менде үнемі сол. Тек қана сол, маған сол қағида болып қалғанда, көптеу қойсаң көп адам хабарласады, көп адам алады ғой. Мен екінің бір сол менде. Өйткені шынымен де сіздің қолыңызда товар болып, сіз оны айқайлап ешкімге айтпасаңыз, сіздің шынымен де саудаңыз болмайды.
Мен білмеймін сіздер не сатып жатқаныңыздар, не өндіретініңізді, қолыңыздан не келетінін ешкім білмейді. Сөйтіп өздеріңізге ренжулеріңіз керек. Өйткені сіздер реклама жасамайсыздар. Қандай сөздер, ключевой сөздер көп жазу керек, қандай сөздер мүлде жазбау керек? Тақырып жазған кезде, мүлдем жазылмайтын сөздер. Срочно, продам, акция деген сөздер қазір ешкімге ешқандай сенімділік туғызбайды. Өйткені екінің бірі акция, қазір пирожки де акция, машина да акция, үй де акция. Бәр жақта акция. Продам деп ешқашан жазылмайды ол жақта, өйткені ол кісінің бәрі продам. Мен айтайын, электросамокаттар сатам. Бір электросамокат, бірақтан мен 5-6-ын или 10-15-ін қатарға қойсам, маған модератор звондайды. Алматының қазір штаб кабинет ашылған Алматыда. Постоянно маған звондап отыр. Мен уже алмаймын оның трубкасын. Мен үйретпешті ол кісіге деймін. Ол өшіріп таста дейді. Өшірмесе ол менің объявлением өшіріп тастайды. Немесе пиротехника, темекі, спиртной, заңға қайшы заттар. Содан кейін антирадар өшіріп тастайды. Содан кейін тақырыптары бірдей болса, сіз міне бүгін 2 объявление жарнама қойдыңыз бірдей тақырыппен, тура сол тақырыпты көшіріп тағы да 4-5 рет қойсаңыз, сіз өшіріп тастайды қалған 4-5-ін. Өйткені олардың сатылым мүмкіндігі өте төмен болады. Сіз тақырыбымен сюжетін ауыстырып отыруларыңыз керек. Содан кейін сіздің затыңыз ішінде объявлениеде мен үй сатам Алматыда деп қойып, местоположениен Атырау, Ақтау деп қойсаңыз, оны удалить етіп тастайды. Өйткені бір-біріне сәйкес келмейді деген сөз.